Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Аялоинкс. Достар, бүгінгі видео бізде блогерлер жасыратын екінші часть, яғни топ 5 приложениялар болады. Ендеше мен көп созбай видеоны бастаймын, ал сіздер тамашалаңыздар. Итак, жалпы бүгінгі видео бізде блогерлер жасыратын приложениялар, яғни жалпы бұл приложенияларды көптеген блогерлер жасырып, немесе өте бір керемет приложениялар деп айтуға болады. Бұл приложенияларды көптеген блогерлер онша айта бермейді. Осындай приложение қолданатынын, өйткені енді бір өте бір ерекше приложение болғасын, оны скрытый ұстайды, конечно. Яғни біз бүгін осы жайында сөйлесетін боламыз. Мен сіздерге хотя бы барлығы білетін приложенияларды айтпаймын. Вот именно сіздер білмеген, мүмкін білетін де шығарсыздар. Приложенияларды айтуға тырысамын. Ең алғашқы болып айтқан келетін приложение ол бізде видеолар. Яғни неге именно осы приложениені таңдаған себебім, бұл приложение көбіне скрытый, и бұл приложение өте супер деп айта алатын едім. Өйткені бұл приложениенің ішінде сіздер неше түрлі видео монтировать ете аласыздар. Самый лучший видеоредактор деп айтсақ болады. Өте прям супер, ішінде неше түрлі анимация, шаблондар. Просто супер приложение, просто так сіздер осы приложение арқылы көптеген нәрселерді істей аласыздар, көптеген видеоларды ерекше деп жасауға болады. Так что вам советую. Келесі менің сіздерге айтқым келетін екінші приложение ол QuickShot. Так, осы приложение именно сіздерге артқы фонға ерекше бір артқы фон қоюға көмектеседі, яғни фотоның артына ерекше фон қоюға, немесе фотоның эффектісін как-то әртүрлі ауа райында, әртүрлі атмосферада жасай аласыздар. Өте бір супер приложениялардың бірі деп айта алатын едім. И так что вам советую. Келесі менің сіздерге айтатын приложение ол Person. Осы приложение именно просто так супер приложениялардың бірі. Мен даже айтылмадым сіздерге. Мұнда сіздер өздеріңіздің фотоларыңызды прям идеальный қылып істей аласыздар, понимаете? Мысалға, сіздерге өздеріңіздің көздеріңіздің формасына мүмкін бірақ бұл жерде именно нормальный етіп істеуге болады, да, понимаете? Например, өзіңіз қалаған идеальный формада істесеңіз болады. Не только глаза, так губы есть, что еще. В общем, барлығының формасын әртүрлі етіп істеуіңіздеріңізге болады. Мен попробовать етіп көргенмін. Просто так супер приложение өздеріңізді өте әдемі, прям андай бір идеальный қылып істеулеріңізге болады. Өздеріңізге эффект берулеріңізге болады. Осы приложение вам советую. Енді көріңіздер, бірақ өздеріңіздің фотоларыңызды прям идеальный қылып береді. Если сіздер талия қаласаңыздар, оны да жасап бере алады. Если сіздер білсеңіздер, это просто так супер, а если білмесеңіздер, онда вам советую. Келесі приложение ол инста-блогерларға, немесе әртүрлі шаблон қалайтын жандарға, обложка жасауға, ол бізде шрифты. Шрифты, именно шрифты. Неге именно шрифты десеңіздер, бұны сіздер көбілеріңіз білетін шығарсыздар, не білмейсіздер ме? Бұл жердегі шрифтылар просто так айта алмайсыз, просто так супер, андай көп блогерлер қолданады бұл шрифтыды, яғни әртүрлі инста-блогерлер. И вот именно сол инста-блогерлердің барлығының андай бір сторисін көріп атсаң, обложкаларын көріп атсаң, сонда бір күшті, да, андай бір ерекше шрифті қояды да, фотоға арналған күшті бір шрифтілер қояды. Вот именно осыны олар шрифты деген приложениені қолданады. Если сіздер білсеңіздер, это просто так супер, ребята, советую. И самый последний ол бізде Mojo. Если білсеңіздер, барлығы білетін шығар деп ойлаймын. Егер білмесеңіздер, Mojo это Instagram, реклама істейсіздер ғой, именно сол кездерде шаблон керек болады ғой, күшті екен. Сондай шаблондарды именно осы Mojoдан табуларыңызды советуем. Өйткені именно осы Mojoда сіздерге көптеген шаблондар барда, ерекше істейді, да, өзіңіз текстін, өзіңіз шрифтісін қойып алсаңыз болады. Әртүрлі дизайнда, әртүрлі модельдер бар. Мен сіздерге просто так осы жайына кеңес беріп берді, да, чтобы енді осы видео блогерлер жасыратын топ 5 приложение ғой, бұның бірін білсеңіздер, бірін білмеулеріңіз мүмкін. Или барлығына білулеріңіз мүмкін. Бірақ именно осы приложениялар мен үшін өте лучше болып табылады. Что же, ребята? Осымен мен бүгінгі сіздерге кеңес берген топ 5 приложением аяқталды.
егер де бұл видео сіздерге ұнаса, маған лайк басып, менің арнама тіркеліп, колокольчикті басуды да ұмытпаңыздар. Алда мен әлі өте көптеген видеолар шығарамын деген ойдамын. И шығаратын боламын. Және де комментарийға да өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сіздер не ойлайсыздар? Маған өте қатты қызық. Да. И оқыған қызық деген сияқты ғой. Так, ладно. И келесі видеода кездескенше.